Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пияз бен қаттама нан жасайтын боламын. Алдымен 250 грамм суымызға жарты шай қасық тұз, одан соң жұмыртқаны салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Мінекей массамыз біркелкі болды. Одан соң алдын ала еленген 500 грамм ұнымызға осы суымызды барлығын шайқап құйып аламыз. Қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз орташа жұмсақтықта иленіп шығады. Илеу қанғанша жақсылап илеңіздер. Мінекей қамырымыздың илеуі қанғанша илеп алдық. Енді осыны кішкене демалдырып қойсаңыздар болады. Мен 10 минуттың шамасында демалдырып алдым. Одан соң қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Илеуі қанған қамырымыз осындай әдемі болып шығады. Енді қамырларымызды жайып аламыз. Бешбармақтың қамырындай жайып алсаңыздар болады, бірақ ондай жұқа болу қажет емес. Егерде тым жұқа болып кетсе, майды сіңірмеуі мүмкін, сондықтан қалыңдау етіп қамырымызды жайып аламыз. Егерде каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта банка жабудың түрлі рецепттерімен бөлісетін боламын. Неге қамырымызды жайып болған соң ертілген сары майымызды осылай құйып, барлығын толық жағып шығамыз. Сары майымыз 72%-дан жоғары болу қажет. Ұсақтап туралған көк пиязымызды осылай салып шығамыз. Одан соң екінші қамырымызды осылай бетіне жауып шығамыз. Бұл екінші қамырымыздың үстіне де қалған сары майымызды жағып, оның үстіне көк пиязымызды тағы да сеуіп шығамыз. Енді осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 9 бөлік болды. Осылай ораймыз. Мен 3-3-тен орап шықтым. Менде осылай 3-3 шықты. Енді осы қамырларымызды пакетке салып, холодильникке 10-15 минутқа қойып алыңыздар. Енді холодильниктен алып, қамырларымызды бір-бірлеп жайып аламыз. Мінекей үшеуінде осылай жайып дайындап алдым. Енді табамызға кішкене сұйық май құйып, одан соң қаттамаларымызды осылай пісіріп шығамыз. Баяу отта екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей қаттамаларымыз дайын болды. Осындай әдемі аз уақыт ішінде дайын болады. Қатпарлы, орталары толық пісіп шықты. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.